қорқы, ұлы даланың ой тұмары, тал бесіктен келе жатқан ежелгі салт-дәстүр дегеніміз халық қазынасы қызым. Қандай керемет! Әже, ой-өрнектен несін пайдаланамыз? Ой, былдырлаған тіліңнен айналайын. Ою-өрнекте даланың иісі аңқып тұрады. Ою-өрнектің бастауы мал шаруашылығы кәсібінен алынған. Ою-өрнектен киіз тігуге, киім-кешекке, үй жиһаздарына оюмен оюлар, кестелер, әрлеп өрнектеген. Ою-өрнектің түрлері өте көп. Түйетабан, құс мойын, қошқар мүйіз, гүл оюы деген сияқты сан алуан түрлері бар. Қазақта ата-бабаларымыз көшіп қонып жүргенде киіз үйді өздерімен алып жүрген. Қарашы міне киіз үйге. Біз отырған киіз үйде ұлттық ою-өрнектермен әсемделген екен. Рахмет әжеме, оны наурыз мерекесіне киетін боламын. Өзеуі сізге өлең айтып берейік. Айта ғой құлыным. Мен барған сайын дастархан дайын, қояды құртым, тасады майын. Қояды құртым, тасады майын. Ла-ла-ла-ла-ла, әжімнің шайы. Ла-ла-ла-ла-ла, әжімнің шайы. Ой, айналайын, сыңғырлаған даусыңнан айналайын сенің. Міне саған арнаған сәукелем де дайын болды. Келе ғой сәукелеңді кигізейін, кәне? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ал, құтты болсын жаным. Осы міне саған арнап гүл оюымен өрнектеп сәукеле тіктім. Осы сәукеледегі гүлдей өмірің жайнасын. Биіктен көрініп, көктемнің гүліндей құлпырып, жайнап жүре бер жаным. Айналайын, келінжан, шайың дайын ба? Енді барлығымыз бірге отырып шай ішейік. Жүре ғой құлыным.